Сәлеметсіздер ме құлар? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін бізде сумен қағаздың сыйқырай дейміз, немесе судың ішінде құрғақ қағаз. Яғни бізге стакан керек, қағаз керек, және су бар ыдыс. Қағазды ыдыстың стакан түбіне саламыз. Стаканға тағып саламыз. Қағазымызды стаканға салдық. Міне бізде мынандай су бар ыдыс. Енді осыған аударып саламыз. Салдық. Енді қайтып аламыз. Міне қағазымыз құрғақ күйінде қалды. Міне су ішінде құрғақ қағаз. Қағазымыз құрғақ болды. Құрғақ қағаз сізде жасап көрсеңіздер болады. Яғни стаканды аударғанда қағазымыз құрғақ күйде қалды. Не үшін? Қалай ойлайсыңдар? Қалай болған? Себебі стаканның, яғни стакан ішіндегі ауа суды итеріп, қағазды құрғақ күйінде ұстап тұрады. Бұл ауа қысымының керемет күші деп айтсақ болады.